Женеваның банкіне шапан киген қарт адам кіреді. Ол күзетшілерді атып, қоймадан өтіп бара жатыр. Ер адам өзіне тиген оқты байқамай қалғандай. Ол қойманы ұяшықты жасырады. Бірақ оны ақша немесе бағалы қағаздар қызықтырмайды. Ұяшықтан ер адам ескі бригетті алып, банктен кетеді. Ер адам келе жатқан қара көлікке отырады. Ішінде оны діни қызметкердің киімін киген адам күтіп тұр. Діни қызметкер ер адамның мойнындағы тұмарды жұлып алып, ол өліп қалады. Оның жұмылған жұдырығынан падрені бригет алып кетеді. Қақпақтың астынан ол римдік тиынды тауып алып, оны қорапқа салады. Испания жағалауындағы шалғай қалада сүт фермасында ветеринар Елена сиырдан босанады. Босану қиын. Кесар тілігі арқылы босану керек. Еленаның әрекетін ферма иелері мен барлық жұмысшылар бақылайды. Жұмысшылардың бірі не болып жатқанын видеоға түсіріп жатыр. Сыртта ауа райының қолайсыздығынан ашуланып, қораның есігін айқара ашады. Елена сиырды 1 минутқа тастап, есікті тарс жауып тастайды. Ол нәрестені жануардың құрсағынан алып шығады. Жиналғандардың бәрі шошып кетті. Біреу қала әкімі Пакоға телефон соқты. Ол келіп, ешкімнен болған жайтты айтпауды және видео жарияламауды өтінеді. Жұмысшылардың бірі баланы діни қызметкерге апаруды ұсынады. Адамдар шіркеуге барады, бірақ падре Мануэль ғибадатханада жоқ. Пако және басқалары Мануэльдің үйіне келіп, болған оқиғаны айтып береді. Діни қызметкер оқиғаның жазбасын қарап, мұнда мистикалық ештеңе жоқ екенін айтады. Елена тауық қорасының есігін жауып жатқанда, біреу бұзауды нәрестеге ауыстырды. Пако, Елена Эммануэль кафеде сөйлесіп жатыр. Олардың әңгімесін кездейсоқ естіген даяшы сыныптасының 1 аптадан бері мектепке келмегенін айтады. Әкім мен Елена қыздың үйіне барады. Отбасының әкесі Иса бұл сапарға мүлде риза емес. Ол өте тақуа және оның көзқарасы Пакоға сұрақ қояды. Соған қарамастан, ол қызын қонақтармен сөйлесуге шақырады. Қыз Мысырдан шығудан қатты қорқып, жүкті емес екенін айтады. Әкім соған қарамастан Исаны ашуландырғаннан гөрі сұрақ қоюды жалғастыруда. Үй иесі өзін жұдырығымен әкімге лақтырады. Бірақ сол кезде қыздың суы тарай бастайды. Анашым. Ол әкесінің қаһарынан қорқып, жүктілігін жасырды. Қызды ауруханаға апарады. Иса қызымен бірге оны күзетіп келе жатыр. Пако мен Елена қалаға қайтады. Жергілікті жынды Антония оған бұйырған дауысты естіп, Мануэльдің соңынан ереді. Жігіт діни қызметкердің шіркеуге ауыр металл жәшіктерді сүйреп апарып жатқанын көреді. Елена Пакоға қайта келеді. Олар бейнені қайта қарап, Антонияны байқайды. Немесе ол ақыл есі кем жігіттің мұндай әрекетке қабілетсіз екеніне сенеді. Пако, алайда, біреу Антониядан бұзауды ауыстыруды сұраған болуы мүмкін деп санайды. Антония Мануэльдің жәшіктерін ашып жатыр. Ол қаруға толы. Бұл әрекеттің артында оны падре ұстап алады. Антония Мануэльге құрбандық үстелінің артындағы кешті көрсетеді. Падре Антониядан осы құпияны екеуінің арасында сақтауын сұрайды. Елена мен полиция бастығы Антонияның үйіне келеді. Ол үйде жоқ. Олар жігіттің үйін тексеріп жатыр. Ол шіркеуден алып кеткен заттарға толы. Төсекте діни кітап жатыр. Бірақ Антония тіпті оқи алмайды. Қоңырау соғылып, барлығы шіркеуге қарай асығады. Төбесінде Антония тұрып, қолында сәбиді ұстап тұр. Полиция бастығы падре Мануэль мен Елена төбеге көтеріледі. Олар Антонияны нәрестеге зиян тигізбеуге көндіреді. Антония сәбиді Еленаға береді. Содан кейін ол Мануэльге өзінің әрекеті арқылы діни қызметкердің күнәсін өтеп жатқанын айтып, қоңырау мұнарасынан секіреді. Жігіт фургонның төбесіне қонып, тірі қалады. Антония, Елена және Паконың денесінің жанынан әртүрлі заттары бар кітап пен қорапты тауып алады. Қораптан Елена кітапты ашып, сол жерде автордың аты жөнін көріп тұрған кезде көне римдік монетаны тауып алады. Мануэль Вергара. Кітап жын шығару туралы римдік трактат. Мануэль Антонияға ауруханаға барады. Жігіт Вергараны иеміздің әскерінің капитаны деп санайды және баладан құтылуды сұрайды. Алайда Мануэль мұны бос сөз деп санайды. Кешке дейін ол Мануэль туралы ақпаратты табады. Белгілі болғандай, Вергара бір жас жігітті өлтіргені үшін бірнеше жыл қызмет еткен. Осыдан кейін Мануэль Римнен қуылып, олардың қаласына жіберілді. Пактың әйелі Мануэльдің өзі Римге оралу үшін бәрін реттеген деп санайды. Елена шіркеуде Мануэльмен сөйлесіп жатыр. Ол инфарктқа ұшыраған жас жігіт туралы айтады. Елена қорапты Мануэльге береді. Падре қайтыс болған бала Джакамбоның терісінің астынан бір тиын суырып алғанын айтады. Мануэль соған қарамастан мистицизмге сенбейді және тиынды Еленаға береді. Вергараны полиция басты күдікті ретінде ұстады. Елена тағы да Алонсоның фермасына келеді. Кармен сәбидің әзірге оның жанында тұрғанына өте қуанышты. Мануэль полициядан жауап алуда. Елена фермадан кетпекші болғанда, оны Карменнің күйеуі сеньор Алонсо тоқтатты. Ол қызға баяғыда өз баласынан айырылғанын және Кармен одан ешқашан айға алмағанын айтты. Енді бұл нәрестенің келуімен жағдай нашарлай түсті. Елена үйге кіреді. Кармен шатырдың астына балалар бөлмесін орнатты. Елена балабақшаға кіреді. Кармен баланы Құдай оған жіберді деп сенеді. Елена қазірдің өзінде серуендеп жүрген үлкен нәрестені көреді. Ашуланған Кармен қорқынышты сәбиді сүйіспеншілікпен құшақтайды. Елена Пакоға жетуге тырысады. Бірақ оған қол жетімді емес. Елена Пакты тауып алып,
колоннаға баруын өтінеді. Әкім оны үйіне апарады. Елена сол күні кешке Мануэльге келіп, Алонсоның үйінде көргендерін айтып береді. Сеньора Алонсо нәрестені тексеріп жатыр және қамқоршылық қызметіне қоңырау шалғысы келеді. Кармен бұған қарсы. Оның қолында қорқынышты қуыршақ ұстап, оны баланың ойыншығы деп атайды. Бұл не деген сұмдық? Маған берші. Сеньора Алонсо әйелі есінен танып қалды деп есептейді. Кармен күйеуін тоқылған инемен шаншып, баспалдақтан лақтырып жібереді. Түн ортасында мэр мен Елена Алонсоның үйіне келеді. Олар барлық бөлмелердің өрмекші торындай жіппен оралғанын көреді. Сеньор Алонсоның денесі төбеден ілулі тұр. Пака мен Елена балабақшаға барады. Бірақ оларды баспалдақта Кармен қарсы алады. Ол тігін қайшысын пакетке жабыстырады. Ал Елена мен Пака баспалдақтан домалап түседі. Қыз қашып үлгереді. Ол көлікке қарай жүгіріп, қалаға қарай бет алады. Жолда ол Алонсоның үйіне бара жатқан полиция бастығы Эммануэльге тап болады. Падре және полиция қызметкерлері колонзада тұрады. Пака қазірдің өзінде төбеден ілулі тұр. Бірақ ол әлі тірі. Мануэль Карменді берілуге көндіруге тырысады. Бірақ әйел полиция мен діни қызметкерді ашуландырады. Кармен Эммануэльден тиынды беруін талап етеді. Ол үйден шыға алмайды. Оны біреу кіргізбейді. Кенет әйел басқа дауыспен сөйлей бастайды. Ол Мануэльмен бұрыннан таныс сияқты сөйлеседі. Полиция қызметкері қалтасына бірнеше оқ салып, әйел еденге құлап түседі. Жараланған Пакты жедел жәрдем көлігімен алып кетеді. Оның жанында әйелі Мерчи бар. Карменді де сол көлікпен алып кетеді. Мерчи Еленадан әзірге сауығып кету үшін отбасын кем дегенде 2 күн жалғыз қалдыруын сұрайды. Елена балабақшаға көтеріліп, Мануэльді сол жерден табады. Еденде ол адамның терісін біреу шығып кеткендей көреді. Падре қыздан оның көзіне сенбеуін сұрайды. Жедел жәрдем кетіп бара жатыр. Жолда Пак ұйықтап қалады. Содан кейін Кармен орнынан тұрып, орындыққа жайбарақат отырады. Жүргізуші көп ұзамай үлкен өрмекші құбыжықтың жолдан өтіп бара жатқанын көреді. Жедел жәрдем көлігі аударылып қалады. Мерчи басын алып тастап, есінен танып қалады. Ал ол есін жиып, тыныш тұтқыр Карменді көреді. Көліктің есіктері ашылып, түнге қарай ұшып кетеді. Кармен жайбарақат кетіп қалады. Мануэль мен Лена шіркеуге келеді. Кеште Эммануэль қаруын алып, Карменмен кездесуге дайындалып жатыр. Ол қыздан құпия бөлмеде қалуын сұрайды. Кармен шіркеуге келеді. Айналада орындықтар дірілдеп тұр. Кармен Мануэльді лақтырып жібереді. Ол есінен танып қалады. Немесе ол мойындау бөлмесінде жасырынып жүр. Ол Пакке жетуге тырысады. Бірақ ол телефонды көтере алмайды. Кармен оған тиынды беруін талап етеді. Әйел мойындау бөлмесінің терезесін сындырып, Еленаны шығарып салуға тырысады. Келген Мануэль есінен танып қалған әйелді ұрып жібереді. Діни қызметкер оқтарды қасиетті суға лақтырып, мылтықты тиейді. Ол Карменді атып тастайды. Ол еденге құлайды. Мануэль Карменді алып кетеді. Шіркеуге құбыжық кіріп, Еленаға қарай жүгіреді. Құбыжық мойындау қағазын ағаш шиптеріне салып, қызға лақтырып жібереді. Ол осы уақытқа дейін телефон соғып үлгереді. Ол қуыршақты құрту керек дейді. Елена қуыршақты тауып алып, оны сындырады. Құбыжық айқайлап, шіркеу құдығының торын жұлып алып, қала астындағы катакомбаларға тығылады. Мануэль қайтып келеді. Ол Карменнің тірі екенін айтады. Өйткені оның атқан оқтары бос. Ол жай ғана есінен танып қалған әйелмен бірге ойнады. Алайда мұның бәрі үлкен құбыжықтың пайда болуын түсіндірмейді. Алайда Падре ешбір құбыжықты көрмеді. Соған қарамастан, ол Еленаға сенетінін айтады. Қыз діни қызметкердің шынайылығына күмәнданады. Падре оған тиынды қайтаруды сұрайды. Бірақ Елена оны өзіне қалдырып, шіркеуден кетеді. Мануэль аман қалған орындықтардың біріне отырады да, басын қолымен жауып тастайды. Осы бейнені басу арқылы тағы бір қайталауды міндетті түрде қараңыз. Мен үшін бәрі осы. Стеннің дүкеніне қарағаныңыз үшін рахмет, сау болыңыз.